өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі, үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу. Сабақтың мақсаттары: үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазып, үлкен және кіші сандарды жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды қолдауды үйренесіңдер. Сонымен қатар, өлшеулер қателігін ескере отырып, дененің температурасын, дененің қозғалыс уақытын, дененің көлемін анықтауды үйренесіңдер. Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі. Сызғышты алайық. Өткен сабақтан біз білетіндей, осы сызғыштың бөлу бағаны 0,5 см екенін білеміз. Және осы сызғыштың көмегімен қарындашты өлшейміз. Бізде қарындаштың аяқталуы аздап 8 санынан асады. Сондықтан, біз ұзындығы 8 см деп жаза аламыз. Бірақ, қарындаштың ұзындығы әлі де сәл көп болғандықтан, біз плюс дельта жазып аламыз. Және дельта бұл біздің өлшеудің дәлсіздігі. Онда біздің сызғыштар өлшеудің дәлсіздігінен ең аз бөлуден аспауы мүмкін. Яғни, сызғыштың бөлу бағасы тура болу керек. Және өлшеулерде біз дәлдік бағаның жартысына тең емес деп есептейміз. Және біз 0,125 см қабылдаймыз. Дәлме-дәл дәлдігіміз дельта дегенді білдіреді. Және өлшеудің дұрыс емес болуы сызғыш бөлімшесінің бағасынан асып кете алмайтын айтқан соң, шын мән L 1 плюс-минус дельтаға тең. L-ның өлшемі 8 см сызғышпен өлшегенін және дельта біздің жағдайда 0,125 см, ал L-дің үлкен мәні 8 плюс-минус 0,125-ке тең болады. Бұл шын мәнін білдіреді. L қарындашының үлкендігі дәлдікпен емес. 7,175-тен 8,125-ке дейінгі аралығында болады. Физикада дельта қате деп аталады. Егер біз сызғыштың шкаласын сантиметр деп қабылдап алсақ, онда осы сызғыштың қателігі дельта 2-ден 1-ге тең болады. Сонда біз 0,5 см аламыз. Ал біз бұл сызғыштың көмегімен үлкен ұзындығын А деп белгілеп, ал шағын ұзындықты плюс-минус дельта дейміз. Бұл элементтің нақты ұзындығы осы аралықта болады. Ал бізде бар нәрсе осы сызғышпен өлшеу қателігі 0,5 см құрайды. Енді осы екі қателіктерді миллиметрге аударып көрейік. Бізде 1 см тең 10 миллиметрге. Сондықтан 0,125 бірлікті 10-ға көбейтіп 2,5 миллиметр аламыз. Ал қазір біз 0,15 сантиметрді 10-ға көбейтіп 5 миллиметр шығады. Сызғышпен бөліссек, өлшем қателігі аз, өйткені 2,15 миллиметр 5 миллиметрден аз. Яғни, бағаны бөлудің аздығынан біз оны дәл өлшейміз. Өлшеудің салыстырмалы қателігі. Ол абсолюттік қателіктің жуық мәнінің модуліне қатынасы. Эпсилон тең А минус дельта X бөлінген А. Өлшеудің абсолют қателігі дельта X шамасымен анықталады. Мұндағы дельта X тең модульден X2 минус X1. Зертханалық жұмыс жүргізгенде немесе өлшеу жасағанда төмендегі жағдайды ескеру қажет. Аспаптардың көмегімен дұрыс орындалған өлшеулердің ең үлкен қателігі аспап бөлігі құнының жартысына тең. Аспап көмегімен нақты өлшеу алынбайды. Физика мен астрономияда аса үлкен және кіші сандар жиі қолданылады. Мысалы, жер мен күннің орташа арақашықтығы 150 миллион километр. Жарықтың таралу жылдамдығы 300 миллион метр секундына. Сутек молекуласының мөлшері 0,0 миллиардтан 23 сантиметр. Сандарды бұлай жазу математикалық есептеулерде бірталай қолайсыздықтар туғызады. Сондықтан, өте үлкен және кіші санды екі көбейткіштің көбейтіндісі түрінде ықшамдап жазу амалы қолданылады. Әдетте, бірінші көбейткіш бір таңбалы немесе үтірлі екі таңбалы сан, ал екінші көбейткіш дәреже көбейткіші бар 10 саны болып келеді. Сандарды x тең a көбейтілген 10 n дәрежесінде түрінде ықшамдап жазып, математикалық амалдарды атқару үшін мына шарттар орындалу қажет. Бірінші, a саны
10 цифрларының арасындағы кез келген бүтін немесе цифрмен өрнектелетін бөлшек оң сан. А үлкен немесе тең 1-ден, А кіші немесе тең 10-ға. Екінші, n саны кез келген бүтін оң немесе теріс сан болу керек. Екінші көбейткішті алу үшін 10 санын өз-өзіне неше рет көбейтуді көрсететін n немесе m натурал сандары оның дәреже көрсеткіші болып табылады. Мысалы, 1 миллиард 500 миллион тең болады 1,5 көбейтілген 10-ның 9-шы дәрежеде километр. 300 миллион тең 3 көбейтілген 10-ның 8-ші дәрежеде метр секунд. 0,23 миллиардтан 23 тең болады 2,3 көбейтілген 10-ның -8-ші дәрежеде сантиметр. Математикалық үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу стандарт жазу деп аталады. 10 санының дәреже көрсеткішінің натурал саны болуы есептеулердегі көбейту мен бөлу амалдарын орындауды жеңілдетеді. 10 m дәрежесінде көбейтілген 10-ға n дәрежесінде тең 10 дәрежеде m плюс n. 10 m дәрежесінде бөлінген 10-ға n дәрежесінде тең болады 10 дәрежеде m минус n. 10 дәрежесі жақшаның ішінде 10 m дәрежесінде көбейтілген n-ге тең болады 10 дәрежеде m көбейтілген n. 10 0 дәрежесінде тең болады 1-ге. Мысалы, 10 3-ші дәрежеде тең 10 көбейтілген 10 көбейтілген 10 тең болады 1000. Мұндағы n тең 3-ке. Немесе 10 6-ші дәрежеде тең 10 көбейтілген 10 көбейтілген 10 көбейтілген 10-ға және 10-ға және 10-ға тең болады миллион. Мұндағы m тең 6-ға. Осыған байланысты ондық жүйе қалыптасты. Мысалы, кило сөзі 1000 деген ұғымды білдіреді. 1 километр тең 1000 метрге. 1 килограмм тең 1000 грамм. 1 киловатт тең 1000 вольт. 1 киловольт тең 1000 вольт. Нәтижесінде халықаралық бірліктер жүйесінде бір жүйеден екінші жүйеге ауысу көптеген жеңілдіктер туғызады. Бірінші тапсырма. Сағат өлшеу құралы болып есептеленеді. Ал цифрлат құралдың шкаласы. Құралдың бөлік құны қандай? Сағат қай уақытты көрсетіп тұр? Екінші тапсырма. Төмендегі суреттегі көрсетілген мензуркалар арқылы қай сұйықтың көлемін дәлірек анықтауға болады? Неге? Дененің көлемін өлшеу қателігімен есептеп жазыңдар. Үй тапсырмасы. Бірінші, медициналық термометрді қолданып, оның бөлік құнын және көрсетілуін анықтаңдар. Екінші тапсырма. Мына сандарды ықшам түрде жазыңдар. Бірінші, 26 000, екінші, 45 миллион, үшінші, 0,1 миллионнан 785, төртінші, 0,100 мыңнан 107, бесінші, 83,6, алтыншы, 0,100 мыңнан 419, жетінші, 36,123 көбейтілген 10-ның -2-ші дәрежеде. Сегізінші, 0,127 көбейтілген 10-ның 7-ші дәрежеде. Үшінші тапсырма. Мына амалдарды орындаңдар. 10 көбейтілген. Үшінші тапсырма. Мына амалдарды орындаңдар. 10 7-ші дәреже. Үшінші тапсырма. Мына амалдарды орындаңдар. 10
7-ші дәрежеде көбейтілген 10-ға 3-ші дәрежеде. 10 9-ші дәрежеде көбейтілген 10-ға 2-ші дәрежеде. 10 8-ші дәрежеде көбейтілген 10-ға -4-ші дәрежеде. 10 6-ші дәрежеде көбейтілген 10-ға -6-ші дәрежеде. 10 6-ші дәрежеде көбейтілген 10-ға -2-ші дәрежеде. 10 -5-ші дәрежеде көбейтілген 10-ға -7-ші дәрежеде.